Енді американский акцияларды бір сәтте ұзақ күтпей, минималды 2,5 мың теңге қалтаңызда болса сатып алуға болады. Достар, менің есімім Рүстем, Трейдзон командасының мүшесімін. Осы видеода қалай американский акцияларды осы Binance платформа арқылы сатып алуға болатынын көрсетемін. Жақында Binance'да осындай бір функция шықты, Бисток деп аталады. И және де осы Binance'да сіз акция сатып аласыздар. Бұның қалай болған? Сіз акцияны алу үшін обязательно брокерға тіркелу керек едіңіз. Оны ұзақ күту керек еді. Сатып алу да ұзақ болған. Және де мысалға Nvidia-ның акциясы бар. Оның бір акциясының бағасы $200, 100 мың теңге. Соны сатып алу үшін сізде қалтаңызда 100 мың теңге болу керек еді. Енді Binance-та жаңа функция, что мына акцияның біреуін емес, белгілі бір бөлігін алуға болады. Бір Nvidia емес, 0,1 Nvidia. То есть биткоинның да сондай функциясы бар. Бір биткоинді $60,000 емес, сіз даже $10, $100 ала аласыздар. Осындай функция шықты. Одан басқа, осы акциялармен сіз 24/7 сауда жасай аласыздар. Және суббота, воскресенье күндері де нарық жабылған кезде сауда жасай аласыздар. Неге? Өйткені бұл қарапайым акциялар емес, бұл токенизированный акция. Олардың бағалары бірдей. Ол қарапайым биржадағы басқа нарығында акция өссе, мына жерде де өседі. Просто Binance осы акцияларды қамтамасыз етеді бірге бір. Вот. Мысалға, то же самое Binance'да USDT-ні сатып аласыздар ғой, цифровой USDT. Дәл сол долларға бірде бір болып есептеледі. Вот. Және де ең маңыздысы, мына Binance акцияларды алу үшін сізде Binance Қазақстан болу керек. Сілтемесі және тіркелу видео инструкциясы осы видеоның астында болады. Енді сіздерге осыны көрсетейін, қалай сатып алу керектігін. Сіз главный страницаға кіресіз, мына жерде торговляда, сілтемесі тоже видеоның астында болады. Бистокс деген жерге мына жерде кіресіздер. И вот астында көптеген американский акциялар. Tesla, там Google, Apple, барлық осы жерде бар. И бағалар көріп тұрсыз ғой, 135, $500, бізге не обязательно осы $500 болған қалтамызда. Мысалы, мына жерде Nvidia-ның акциясы сатып алайын десек, қарапайым криптовалютаны қалай сатып аласыз? Дәл солай мына акцияларды сатып аласыздар. Сіздің депозитіңіз, ақшаңыз спотовый торговляда тұру керек. Все. Минимальный мысалға, мына жерде $5 деп алсақ болады. Все. Все, купилось. Активы деген жерге кіретін болсақ, мына жерде галочканы алып тастайсыз. И вот сіздің активіңіз тұрады. Дәл солай оңай сатасыз мына жерде. Просто былай басып, продать Nvidia деп басасыздар. Вот. И және де білесіздер, акцияларда дивиденды деген нәрсе болады. Бұл жерде дивиденды автоматически реинвестқа кетеді. То есть маған осы Nvidia-да дивиденд төлейтін болса, ол ақша просто мына позицияға $5 емес, үстінен тағы да ақша құйылады. Білесіздер дивиденд туралы. Ол сізге төлемейді, ол реинвестицияға кетеді. Менің ойымша, осы акцияларға инвестиция жасағысы келетіндер қазақстандықтарға бұл Binance өте қауіпсіз жер. Неге? Өйткені көптеген адамдар рекламада көреді, брокерлардың инвестируйте в акции деген, олар сіздерге өтірік бір брокер береді, сол жаққа ақша саласыз, потом шығара алмай жүресіз. Ал мына жерде Binance, ол білесіздер, әлемдік биржа. Оларда миллиардтаған доллар резерв бар, иә? Сіздің любой акцияңызды, криптовалютаңызды, тіпті алтынды сатып алуға да болады. Оны қамтамасыз етеді. Сол үшін сіздің ақшаңыз, сол акцияның сіздің ақшаңыз жоқ болып кетпейтін, олар гарантия бере алады. Вот, сол үшін егер сіз болашақта акцияларға инвестиция жасағыңыз келсе, Binance-ға тіркеліп алыңыз. Тіпті мына жерде алтында да сатып алсаңыз болады. И акцияларды сатып алсаңыздар болады. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Осы функцияны біліңіздер, таныстарыңызға жіберіңіздер. Егер алғысы келетіндер болса, алсаңыз болады. Көп ақша керек емес, тіпті 10 мың теңгеге сіз мына жерде бірнеше акция алсаңыз болады. Apple, Tesla, Nvidia, кішкентай ақшамен бастап, уже инвестиция жасасаңыз болады.